Жаңа жылды, яғни 2024 жылды жақсы қарсы алдық деп ойлаймын. Әрине, әдеттегідей дастарханға тамақ жасаудан бастадық. Под шубой жасаймыз. Биыл жаңа жылдық дастарханға 2 түрлі салат жасадым: оливье және селедка под шубой. Жаңа жылдық дастарханға осы 2 салаттан артық салат жоқ деп санаймын. Ал ыстық тағам ретінде духовкада қаз пісірдік. Керемет болып пісті, дәмі тіл үйреді ғой. Міне жаңа жылдық дастарханымыз осындай: оливье, селедка под шубой және духовкада піскен қаз. Достар, бұдан артық не керек, айтыңыздаршы? Бұл классика ғой, классика. Попробуем. Кошечка какая вкусная, да, Арлан? Тіл үйрер тамақ болып шықты. Өзімізге салат та ұнады, қаз да ұнады. Сөйтіп тойып алып, қалың киініп алып, далаға кеттік. Үйімізге жақын жерде, яғни Бөгенбай даңғылында осындай жаңа жылдық демалатын орын ашылған екен. Бұл жерде коньки тебетін каток бар екен, музыка ойнап тұрады екен. Яғни осы маңдағы тұрғындар уақыттарын осы жерде керемет өткізеді. Тіптен осы жерге Аяз ата мен Ақшақар да келді. Ақшақардың жүрсін қараңыздаршы. Сөйтсек, Ақшақар болып жүрген жас жігіт екен. Дегенімен керемет. Опа, давай. Окей. Отравай. Раз, два, три. Өкінішке қарай бұл жерде горка жоқ екен. Балам өзіне горка жасап алып, біраз ойнап, көңілін көтерді. Кейбіреулер салют атып жатты. Баламды фотоға түсірем деп, мына керемет қызыл арбаға отырғызып қойдым. Ал ол болса, коньки тебушілерді қызықтап отырды. Адамдардың көңіл күйлері көтеріңкі, музыка ойнап тұр. Бір сөзбен айтқанда, атмосфера керемет. Сөйтіп жаңағы керемет мерекелік жерге алғысымызды білдіріп, орталыққа қарай бет алдық. Мынау жолда шыршаларды видеоға түсіріп алдым. Кішкене ғана шыршалар сондай сұлу болып көрінеді екен. Видеоға түсіріп алдым. Қараңыздаршы, ертегі ғой, ертегі. Мынау да жол бойындағы шыршалар. Бұтақтарына қар тұрып, керемет көрініс беріп тұр, я? Қараңыздаршы. Айтпақшы, күн жып-жылы, тамаша. Сөйтіп, жаяу жүріп отырып, орталыққа да жеттік. Бұл Астана қаласы әкімдігінің алдындағы алаң. Мынау керемет горкада біраз сырғанадық. Жалға мынадай тюбинг алып, қазақша айтқанда үрленбелі шана алып, горкадан біраз сырғанадық. Мына кетіп бара жатқан әпкем мен бала. Балалар, жастар, ересек кісілер шанамен сырғанап жатыр, коньки теуіп жүр. Бір сөзбен айтқанда, бәрінің көңіл күйі керемет. Әкімдіктің алдындағы алаңды керемет етіп безендіріпті. Айнала жап-жарық, керемет. Одан әрі жүріп едік, концерт болып жатыр екен. Сөйтіп, біраз концертті тамашаладық. Ән айтып жатқан Әли Оқапов.
есіл өзенінің жағалауына келдік. Салют керемет болды. Әттең шамалы тұман болып, бұлдыр болып көрінді. Жалпы керемет әсер алдық. Қараңдаршы, ерекше бір сиқырлы көрініс, иә. Бөгенбай батырдың ескерткіші және оның үстіндегі от шашу. Ең бастысы бүгінгі кеш, осы кеш балама өте қатты ұнады. Мына жерде түнгі 12, жаңа жыл келген сәт. Да, как красиво, памятник. Салют аяқталғаннан кейін орталық алаңға қайта бардық. Ол жерде керемет концерт өз жалғасын тауып жатыр екен. Тек осындай қуанышта, жақсылықта ғана жүздесуді жаратушы жазсын бізге. Аман болыңыздар. Барлықтарыңыз жақсы көрем, барлықтарыңыз жақсы көрем. Үлкен рахмет сіздерге. Бізде Алмасты жақсы көреміз, ағай, солай ма? Алмас жаңа жылмен алдарыңызда өнер көрсеткен суперстар финал жолбасының ең бірінші жеңімпазы Алмас Кешкенбаев. Рахмет. Алмас, ұлы жылы болсын. Елдің алдына жиі шығып тұр, бауырым. Халық сені өте жақсы көреді, апай, солай ма? Рахмет. Иә, сондықтан да осы бір тамырымыздан ажырамайық, рухымыз мықты болсын, еліміздің іргесі сөгілмесін деген ниетпенен маған арман үнсіз қалған дейтін әнді білесіздер ғой, осы әнді кім айтатынды жақсы білесіздер. Осының бір қайырмасын бірге айтып жүрсе қалай қарайсыздар? Маған арман сенсіз өткен өмірдің. Бәрекелді, көп сөйлемейік, созбайық, әдеттен отпайық. Алдарыңызда қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, қайталанбас өзінің үні бар, өнерде өзіндік орны бар. Бейбіт Қорған! Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Міне как раз жаңбыр етпен қар жауып жатыр. Күшті болып отыр. Тоңған жоқсыздар ма? Мен де чөт нормально кішкене тоңға бастап, давайте билейік де бәріміз. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс. Кеттік, музыка қозғайық. Бірге қане. Керемет концертті одан әрі тамашалауға болар еді. Бірақ бала шаршағандықтан біз үйге қарай жол тарттық. Такси жоқ, машиналар тоқтамайды. Үйге жаяу жеттік. Айтпақшы, жаңағы концерт болған алаңда Аяз ата мен Ақшақар балалардың барлығына осындай ойыншықтар таратты. Бізге керемет көңіл күй сыйлаған ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Бәріңіз де аман болыңыздар.